Кеш жарық қадірлі көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат тізгінде Ләйла Дулатқызы, сурда аудармада Самал Нұрым. Алдымен аңдатпа. Мобильді аударымдар туралы алғашқы ақпарат салықшыларға сәуірден бастап жолданады. Банктер 3 ай бойы бақылау жүргізіп, шотына 100 адамнан ақша аударылса хабар береді. Қандай жағдайда шот бұғатталады? Мәмс қаражатын жымқырған күдікті қамауға алынды. Жеке клиника басшылары пациенттер жайлы жалған ақпарат тіркеп, сақтандыру қорынан ақша ұрлаған. Халықтан түскен қыруар қаржыны ерлі зайыптылар қайда жұмсаған? Иран ақш пен әскери қақтығыс басталуы мүмкін деген қауіппен әуе кеңістігін 5 сағатқа жуық жауып қайта ашты. Ал Гренландия қорғанысты күшейтіп, әскер санын көбейте бастады. Тонналап қоқысқа тастамайды. Ақтөбеде қой жүнін өңдейтін зауыт ашылды. Өнімнен құрылыс материалдары өндірілмек. Арзан баға болса да қабылдаған біз жақсы көріп тұрмыз. Кәсіпорынның қауқары қандай, шаруалар өнімнің бір келісіне қанша алады? Елімізде 85 мыңнан аса адам шаңғы спортымен тұрақты түрде шұғылданады. Ол үшін елімізде тау шаңғысы мен шаңғы жарысы кешендері, халықаралық деңгейдегі мұз ареналары секілді заманауи инфрақұрылымдар бар. Халықаралық шаңғы спорты және сноуборд федерациясының президенті Йохан Элиашты қабылдаған Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Мемлекет басшысы еліміз жақында Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарына тыңғылықты дайындалып жатқанын да жеткізді. ФИАС президенті спортқа қолдау көрсеткен үшін мемлекет басшысына алғыс айтып, қазақстандықтар әлемнің байрақты бәсекелерінде лайықты өнер көрсетіп жүргеніне назар аударды. Президент елімізде шаңғы және сноуборд спортының дамуына қосқан үлесі үшін Йохан Элиашты 2-ші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Сондай-ақ президент қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мәдина Әбілқасымованы қабылдап, былтырғы қаржы нарығының қорытындылары туралы есебін тыңдады. Ақпаратқа сай, банк секторы тұрақты. Активтер 11%-ға өсіп, 68,3 триллион теңгеге жетті. Бизнеске берілген кредит 14,8 триллион теңгені құраған. Шағын және орта бизнеске 505 миллиард теңге несие кепілдіктері берілді. Тұтынушылық несие 2 есе азайып, 703 мың азаматтың қарызы реттелді. 56 мың адамның 209,7 миллиард теңге берешегі кешірілді. Қаржылық алаяқтыққа қарсы шаралар күшейтіліп, 58 қаржы ұйымы лицензиясынан айырылды. Президент қаржы тұрақтылығын сақтау, нақты секторды несиелеуді арттыру және азаматтардың құқықтарын қорғау жөнінде тапсырма берді. Мемлекет басшысы сондай-ақ Қазақстандағы орыс, славян және казак ұйымдары қауымдастығының төрағасы мәжіліс депутаты Сергей Пономаревті қабылдады. Ол ұлтты ұйыстыратын фактор ретінде мемлекеттік тілді насихаттаудағы славян ұйымдарының жұмысы туралы баяндады. Сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру аясындағы қауымдастықтың жоспарын таныстырды. Қасым-Жомарт Тоқаев этносаралық келісім мен бірлік мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі саналатынын атап өтті. Осы орайда ассамблея мен оның құрамына кіретін ұйымдар барлық этнос өкілдерінің арасында ортақ құндылықтарды қазақстандық патриотизм негізінде насихаттауға, жан-жақты ықпал етуге ден қояды. Еліміздің бірқатар өңірінде аяз күшейді, салдарынан білім ошақтары онлайн форматқа ауысып, жол жабылды. Өңірдегі тілшілеріміз елдегі ахуалды баяндауға әзір. Нұр-Сұлтан, Атырауда жаңбыр аралас қар жауып, соңы көктайғақ қаласқан екен. Дәрігерлерге жүгінгендер бар ма? Әріптестер. Қайырлы кеш, Ләйла. Соңғы 2 күнде 200-ге жуық адам көктайғақта тайып құлап, дәрігерге жүгінген 15 тұрғын стационарға жатқызылып, 25 адамға амбулаториялық ем тағайындалған. Қалған азаматтарға алғашқы медициналық көмек көрсетіліпті. Қалада бір түннің ішінде 31 жол апаты болған, 7 адам жарақаттанған. Сондай-ақ әуежайда Алматыдан Атырауға қонған ұшақ жолақтан тайып шығып кеткен. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Ал қала ішін қардан тазартуға 30-ға жуық техника мен 150 адам жұмылдырылған. Бүгін 71 мектептің оқушылары онлайн форматта оқыды. Республикалық маңызы бар Ақтөбе, Атырау, Ресей Федерациясы шекарасына дейінгі жол жабық тұр. Ал Қостанай облысындағы ахуалды білу үшін мен сөзді әріптесім Мадина Нағашыбайға беремін. Мадина.
Рахмет, Нұрсұлтан. Қостанай облысында да 2 күннен бері балалар қашықтан оқып жатыр. Тек бүгін Қостанай қаласы мен Рудный қаласындағы 2-ші ауысымның оқушылары мектепке барып оқыды. Алайда ертеңде аяз көтерілсе онлайн формат жалғасады. Сонымен қатар Ақмола, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында да балалар қашықтан оқып жатыр. Қатты аязға байланысты өңірлерде республикалық маңызы бар жолдардың кейбір бөліктерінде дизельді және қоғамдық көліктердің қозғалысы шектелді. Ал кешелі бері Қостанай облысында жабық тұрған Арқалық, Торғай, Әуликөл жалдама бағыттары бүгін ашық. Синоптиктердің айтуынша келесі аптада осындай қатты аязды күндер жалғасады. Сондықтан алыс сапарға әбден сайланып шығуға кеңес береді. Лейла. Рахмет әріптестер, елдегі ахуалды жеткізген Мәдина Нағашыбай, Нұрсұлтан Нұрсейіт. Алматыға да қалың қар түсіп, ауа райы күрт. Салқындау мүмкін. Синоптиктер ертең ауа температурасы 7 градус болса, 17 қаңтар күні 13 градусқа дейін төмендейді деп болжап отыр. Қазір қалада коммуналдық қызметтердің жұмысы қызған. 1000-нан астам техника мен 3000-ға жуық маман көктайғақтың алдын алу жұмыстарына кірісті. Сондай-ақ 200-ден аса құм себетін техника кезекшілікке қойылды. Синоптиктер алдағы күндері күн райы қолайсыз болатынын айтады. Сондықтан тұрғындарға жол қозғалысына сақтықпен қарауды ұсынады. 16 қаңтар күні ауыспалы бұлтты, мезгіл қар жауады. Түнде және таңертең тұман, жолдарда көктайғақ және ауа температурасы түнде 5-7 градус, күндіз -1-3 градус. Өзге ақпаратқа ойсайық, Астанада 2 жекеменшік емхана нақты көрсетілмеген медициналық қызметтер үшін заңсыз түрде 682 миллион теңге алған. Күн сайын жалған түрде тіркелетін пациенттер саны 90-нан 150 адамға дейін жеткен. 2022 жылы қор мен клиникалар арасында жалпы сомасы 2,4 миллиард теңге болатын медициналық қызмет көрсету туралы шарттар жасалған. Жобаны іске асыру басталғаннан кейін клиникалар басшысы алаяқтық схема ұйымдастырып, медициналық көмекті іс жүзінде алмаған пациенттер туралы ақпараттық жүйеге жалған мәлімет енгізген. Атап айтқанда, жалған диагнозбен көрсетілмеген қызмет тіркелген. 2024 жылдың қаңтар айында қылмыстық жолмен келген кірістің бір бөлігі 364 миллион теңге клиникалар басшысы мен оның жұбайының жеке шоттарына аударылған. Күдікті қамауға алынды. Сот санкциясымен оның мүлкіне, Испаниядағы қала сыртындағы тұрғын үй, Астана қаласындағы пәтеріне, сондай-ақ автокөлігіне тыйым салынды. Тергеп тексеру жалғасуда. Елдегі денсаулық сақтау жүйесін әділ әрі тиімді қаржыландыру күн тәртібінен түспейді. Медицина жүйесіндегі өзгеріс, бірыңғай медициналық көмек пакеті, жан басына шаққандағы қаржыландыру тетігі бүгін ашық алаң бағдарламасында талқыға түседі. Мемлекет басшысы жуырда берген сұхбатында салаға ақша әділ бөлінбей жүргенін, қаржы жымқыру схемасы бар екенін айтқан. Денсаулық сақтау жүйесіне қандай өзгеріс қажет? Бүгін 22:15-те ұлттық арнадан ашық алаң бағдарламасын көріңіз. Банктер сәуір айынан бастап мобильді аударымдар бойынша деректерді салық органдарына жолдайды, яғни 3 ай қатарынан 100 немесе одан да көп адамнан жеке шотына мобильді аударым қабылдаған жеке тұлғалар назарда болады. Ал шағын және орта бизнес өкілдері 1 наурызға дейін өздеріне сәйкес келетін арнаулы салық режимін таңдау қажет. Егер ол орындалмаса, автоматты түрде жалпыға бірдей салық салу жүйесіне ауыстырылады. Жаңа салық кодексіне сәйкес азаматтар 3 түрлі салық режимін таңдай алады. Зейнетақы қорындағы қаражатты емге алу жарты жылдан соң қайта іске қосылуы мүмкін. Бұл туралы отбасы банк хабарлады. Себебі порталда радиохирургия бойынша өтінімдер саны күрт артқан. Осы бағыттағы емдеу тек лицензиясы бар, тиісті құралмен жабдықталған және білікті мамандары бар медициналық ұйымдарда ғана жүргізілетінін айта кетейік. Денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, осы аптадан бастап бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есебінен емделуге арналған барлық өтінімдерді қабылдауды уақытша тоқтату туралы шешім қабылданған. Бұл уақытша шара және қазақстандықтар емге қашан қайтадан өтінім бере алатыны туралы қосымша хабарланады. Қазір радиохирургия бағыты бойынша 7666 өтінім қаралып жатыр делінген банк хабарламасында.
Қазақстанның электронды үкіметінің баспасөз қызметі көлікке нөмірді онлайн алу қызметін түсіндірді. ЕГОВ қосымшасында таңдаулы нөмірді алу қызметі іске қосылғанмен азаматтар бірқатар қиындыққа тап болып жатыр. Қызмет ақысын төлегеннен кейін нөмір сол есіне бекітілмей, қосымшада әлі де қолжетімді күйде қалған. Бұл мәселені шешу үшін өтінімді қайта тапсыру қажет. Бұрын төленген деген тармақты таңдап, банк атауымен төлем жасалған күнді көрсету керек. Процесс аяқталған соң нөмір пайдаланушыға бекітіліп, басқа өтінім берушілер үшін қолжетімсіз болады. Айта кетейік, ЕГОВ қосымшасы мен электронды үкімет сайтында мемлекеттік нөмірді онлайн алу қызметі арнайы халыққа қызмет көрсету орталығында ажиотаж бен қалың кезекті болдырмау үшін енгізілген. Енді әлемді елең еткізген жаңалықтарға тоқталсақ. Америка Құрама Штаттары Венесуэла мұнайының бірінші партиясын сатуды аяқтады. Оның құны $500 миллион жеткен. Мұны Ақ үйдегі әкімшілікке сүйеніп, CNN телекомпаниясы хабарлап отыр. Вашингтон әлемнің 75 еліне иммиграциялық виза беруді тоқтатты. Мемлекеттік департаменттің мәлімдеуінше, мұндай шешім Америка қоғамына салмақты азайту мақсатында қабылданды. Алайда сыншылардың ойынша, бұл тыйымнан заңды иммигранттар да зардап шегуі мүмкін. Иран ақш пен әскери қақтығыс басталуы мүмкін деген қауіппен бүгін өзінің әуе кеңістігін 5 сағатқа жуық жауып қайта ашты. Дегенмен Flight Radar 24-тің мәліметінше, әлемнің көптеген авиациялық компанияларының ұшақтары Ислам Республикасының аспанын бәрібір айналып өтіп жатыр. Гренландияда жергілікті және Дания әскерінің саны көбейтіле бастады. Тараптар қорғанысты ақш президенті Дональд Трамп Гренландияны бақылауға алатынын жариялағаннан кейін күшейтіп жатыр. Украинаның энергетика секторында төтенше жағдай жарияланды. Президент Владимир Зеленский мұндай шешімді Ресейдің зымырандық дрондық шабуылдарынан қыс ішінде жүздеген мың адам жарықсыз, сусыз, жылусыз қалғанда қабылдап отыр. Қымбатты көрермен, алда көретіндеріңіз. Елде саяси науқандарды өткізу тәртібіне өзгеріс енгізіледі. Әкімдер сайлауында кандидаттарға қандай талаптар қойылады? Енді әкімдер мен депутаттар қалай сайланады? Тонналап қоқысқа тастамайды. Ақтөбеде қой жүнін өңдейтін зауыт ашылды. Өнімнен құрылыс материалдары өндірілмек. Арзан баға болса да қабылдаған біз жақсы көріп тұрмыз. Кәсіпорынның қауқары қандай, шаруалар өнімнің бір келісіне қанша алады? Саяси науқандарды өткізу тәртібіне өзгеріс енгізіледі. Бүгін Сенат депутаттары бірлескен комиссия құрамын бекітті. Атап айтқанда Нұрлан Бекназаров, Сүйіндік Алдашев, Наурызбай Байқадамов және Мұрат Қадырбек сайланды. Еске салсақ, кеше мәжілісте өз құрамын жария еткен еді. Енді қос палата депутаттары заңды бірге талқылайды. Құжат қабылданса, заң саяси науқандар кезінде ашықтық пен әділдікті нығайта түспек. Бұрын кандидаттар бірден 2-3 округте көп дауыс жинаса, тек бір мандатты таңдайды да қалғаны бос қалатын еді. Енді олар өздерін бір мезетте бірнеше сайлау округінде ұсына алмайды. Астанада мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің төрағалығымен парламенттік реформа жөніндегі жұмыс тобының 5-ші отырысы өтті. Президент өкімімен құрылған кеңестің алғашқы жиыны қазан айында мемлекет басшысының қатысуымен өткен. Мамандар жарты жылдан бері ауқымды құрылымдық өзгерісті жан-жақты талқылап жатыр. Өтініш және ЕГОВ платформалары арқылы халық арасынан, сарапшылар қауымдастығынан және қоғамдық бірлестіктерден 600-ге жуық ұсыныс жинақталған. На сервис Е-өтініш с октября прошлого года. Өткен жылдың қазан айынан бастап Е-өтініш сервисіне азаматты қоғам институттарынан және ғылыми мекемелерден көптеген ұсыныстар түсе бастады. Өз ұсыныстарын жолдағандардың қатарында Байтақ партиясы, Жаңару республикалық адвокаттар алқасы, Тоқтамыс адвокаттар қауымдастығы, Қазақстан татарлары мен башқұрттарының конгресінен, экономикалық саясат институтынан және басқа да қоғамдық ұйымдардан келіп түсті. Бұдан бөлек ұсыныстарды қалыптастыруға ғылым құқықтанушылар, сарапшылар белсенді түрде қатысып, өздерінің сараптамалық ұсынымдарын жолдады.
Жұмыс тобы жетекшісінің орынбасары, президенттің құқықтық мәселелер жөніндегі көмекшісі Ержан Жиенбаев, парламенттің үкіметті, конституциялық сотты, жоғары аудиторлық палатаны, орталық сайлау комиссиясын және басқа да мемлекеттік органдарды қалыптастыруға қатысудағы конституциялық рәсімдерінің жалпы тәсілдері туралы айтты. Азат Перуашев, Марат Шейбутов, Елнұр Бейсенбаев, Үнзила Шапақ, Марат Бәшімов, Индира Әубәкірова және жұмыс тобының өзге де мүшелері өз идеялары мен ұсыныстарын ортаға салды. Мы успели предметно рассмотреть и обсудить вопросы. Бірнеше ай бойы жұмыс тобы негізгі параметрлердің едәуір бөлігін талқылап қойды. Болашақ бір палаталы парламенттің моделі, депутаттардың саны, кандидаттарға қойылатын талаптар, өкілеттіктері мен оларды сайлау тәртібі. Біз заң шығару қызметіне қатысты мәселелерді, соның ішінде заңдарға бастамашылық жасау мен қабылдаудың рәсімдік жағын, оқылымдар саны мен шешім қабылдау үшін қажетті дауыс арақатынасын егжей-тегжейлі қарастырып талқылап үлгердік. Сондай-ақ болашақ парламенттің атауы қандай болуы тиіс деген мәселе жеке талқыланды. Ұлттық құрылтай халық пен билік арасындағы байланысты нығайтатын негізгі алаңға айналып келеді. Бұл жұртшылықтың сенім мүддесінен шығып отыр дейді филология ғылымдарының докторы, Ұлттық ғылым академиясының академигі Диқан Қамзабекұлы. Өткен 4-ші құрылтайдың отырысында көтерілген мәселелер мен айтылған пікірлер кейін заң жобаларына, мемлекеттік бағдарламаларға еніп жатыр. Сонымен бірге президенттің атқарушы билікке берген тапсырмаларының орындалуы негізгі миссияның жүзеге асып жатқанының көрінісі дейді. Айта өтейік, Ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысы 19-20 қаңтар күндері Қызылорда қаласында өтеді. Президенттің айқындаған қағидаттары, соның негізінде қаншама жұмыстар жасалып жатыр. Қайтарылған активтер дейміз ғой енді. Соның өзінен, мысалы, соның әлеуметтік мәселеге жұмсалуы. Арнайы қор құрып, соның негізінде халықтың көкейіндегі немесе сондай аса бір шетін мәселелерге қолдау көрсетілуі. Заң шығарушы органның жұмысына әсер етіп отыр. Дұрыс бағытта цифрлар бар, енді қаншама заңдарға әсер еткен құрылтайдың, бұл да бір міне осының нәтижесі жұмыстың. Енді қой жүні қоқысқа кетпейді. Ақтөбеде табиғи өнім мен құрылыс материалдарын дайындайтын бірегей зауыт ашылды. Жылына 2000 тоннадан астам дайын өнім шығарады. Бұл жаңалыққа ең алдымен қой өсіріп отырған шаруалар ерекше қуанып отыр. Қазір біз тұрған шаруашылықта 250 қой бар. Мал иесінің айтуынша қой жүні қайдеге жаратылмағандықтан өз алдына үлкен мәселеге айналып отыр. Жыл сайын тонна табиғи таза өнім қоқысқа кетіп жатыр. Алға ауданының Үшқұдық ауылында тұратын Жандос Ақынов 5 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысады. Ол қиындығы көп болса да қой басын арттыруды көздеген. Алайда Шопан ата Төлегеннің тек етінен ғана пайда тауып отыр. Егер жүнін де өткізсек, ол өзіміз үшін де қоршаған ортаға да пайдалы болар еді дейді. Свалкаға апарып төгу, оны өртеу бізге енді уақыт әрі кеткенде жұмыс күші болып есептеледі. Сондықтан біздің осы жүнімізді арзан баға болса да қабылдаған біз жақсы көріп тұрмыз. Өйткені қаншама қой ұстайтын шаруашылықтар бар. Ол бізге былай айтқан кезде жүн экологиялық мәселе болып тұр бізге. Ол ұшады, шөпке араласады, мал жейді деген сияқты проблемалар болып тұр. Ақтөбеде жүн өңдейтін зауыттың ашылғанына ең алдымен Жандос секілді шаруалар ерекше қуанды. Өйткені енді қой жүнін қоқыс полигондарына апарып әуреге түспейді. Оны сұрыптап зауытқа өткізеді, пайда табады. Кәсіпорын жылына шаруалардан 3000 тоннадан астам өнім қабылдайды. Сапасына қарай әр келісіне 50-ден 150 теңгеге дейін төлейді. Қазір мұнда 20 адам еңбек етіп жатыр. Жүнді өңдеп, өнім шығарамыз осы жерден. Мынау жуу цехы жүн 5 жуылудан өтеді. Мемлекет басшысы Түркістан газетіне берген сұхбатында ең алдымен мал шаруашылығын дамыту керек деген болатын. 2035 жылға қарай әлемде мал етін тұтыну көлемі 233 миллион тоннаға жетеді. Яғни 4 түлік саны артқан сайын қырқымнан түсетін жүн де көбейеді. Сондықтан зауыт басшылығы алдағы уақытта жұмысшы санын 50-ге дейін арттырып, көрші облыстардағы шаруалардан да жүн қабылдауды жоспарлап отыр. Теплоизоляция, сон сип панельдерге, машинаның несі где-то 20 вид қой шығаратын. Біз оны әлі бақа үштіруге жеттік. Бары жақсы болады. СНГ-де мынандай предприятиялар жоқ. Біз біріншіміз. Жоба құны 5 миллиард теңгеден асады. Экологиялық таза өнімге сұраныс жоғары. Қазір шетелдік мамандар соңғы келген құрылғыларды іске қосып жатыр. Жақсыбек Кемал, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Елімізде ерекше балаларды дамытуды
бизнеске айналдырған мамандар көбейді. Инклюзия мамандары ешқандай сертификатсыз жұмыс істейтін орталықтарға тексеру жүргізу керек дейді. Сонымен мамандардың біліктілігін кім тексереді, орталықтарға бақылау жүргізілеме? Әріптесім толықтырады. Кішкентай Қайсар 5 жасқа толса да сөйлемейді. Түсінігі де өз жасынан төмен. Анасы баласының даму үшін дамытатын орталықтар іздеген, бірақ жарнамасы жер жарған мамандардан ешқандай нәтиже жоқ. Жарнамасы өте көп, барлық жерге ашып кірсеңіз де көрініп тұр, бағалары қандай сұмдық. Біз миллионер емеспіз ғой. Шынымды айтсам, мен тасып жүргеніме 3 жыл болды. 1 жас 8 айынан бастап тасимын, 5-тен астық біз. 3 жылдан маған қарап бір рет мама деп айтқан емес. Бүгінде ерекше балаларды дамытумен айналысатын мамандарға сұраныс жоғары. Мемлекеттік орталықтарда орын жетіспегендіктен ата-аналар жекеменшік ұйымдарға жүгінуге мәжбүр. Таңдау көп, бірақ білікті маман аз. Әсіресе балалардың тілін табатын ABA, сенсорлық интеграция, АФК сияқты маман табу қиын. Біздің балаларымыз кәдімгі бизнеске айналып кеткен сияқты. Мысалға бір сағаты ең кемі, ең азы 7-8 мың теңге тұрады. 35 минуттан 45 минутқа дейін. Бұл жалпы нарықта қазіргі таңда жеке меншік осында орталықтардың және мамандардың лицензиясының жоқтығы. Осы қатты қынжылтады. Ал кәсіби мамандар бейнекамералар орнатылған, мамандарының арнайы сертификаты бар орталық таңдаған жөн дейді. Егер де орталық ешқандай кері байланыс бермесе, баланың дамуы бойынша өзгерістер енгізбесе, сабақтың жүргізілу барысын сіз бақылай алмасаңыз, балада бар қиындықтарды сіз өзіңіз білмесеңіз, және де мамандар түсіндірмесе, демек ол жағдайда орталықты ауыстырған жөн. Қазақстанда диагнозы бар балаларға педагогикалық, психологиялық көмек көрсететін 190 жекеменшік ұйым бар. Мұндай орталықтар жеке кәсіпкерлік субъектісі болып тіркелетіндіктен, оған оқу ағарту министрлігі мониторинг жүргізбейді. Мекемелерді лицензиялау нормасы жоспарлануда, қарастырылуда. Заң жобасына енгізілгеннен кейін осы лицензиялау нормаларына талаптар енгізілетін болады. Психология педагогикалық қолдау көрсететін ұйымдарды мониторинг жүргізуге мүмкіншілік алатын боламыз. Ал бар тапқанын баласының дамуына жұмсайтын ата-аналар қаптаған орталықтарға бақылау күшейтіліп, мамандардың біліктілігі тексерілсе деген талаптары бар. Айжан Иманғали, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. 1 қаңтардан бастап оңалту орталықтары жан басына шағып қаржы бөлу тәсіліне көшті. Бұл әсіресе ерекше қажеттілігі бар балалар мен кембағал жандардың нақты көмек алуына септігін тигізеді. Ал мемлекеттен кейбір қызмет түріне бөлінетін қаржы бұрынғыдан бірнеше есеге ұлғайды. Биыл Шығыс Қазақстан облысы әлеуметтік жобаларды қолдауға 27 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлді. Алайда түрлі оңалту шараларын қажет ететін ерекше балалардың кезегі азаймай тұр. 10 жастағы Арман туғаннан сал, алайда емдеу мен оңалтуды ерте бастағанның арқасында біртіндеп оңалып келеді. Қазір аяқ қолын тіреп, буындарын өзі ұстайды. Басын көтер. Әр балаға қойылған диагнозына сәйкес емдеумен қоса түрлі оңалтудан өтеді. Ол ұзақ әрі үздіксіз жұмыс, сонда ғана нәтиже болады. Біз жаттығу барысында ата-аналарға да көмектесіп айтып отырамыз. Жаттығуларды көрсетеміз, үйде де қайталау керек. Ең маңыздылық емдіктен шынықтырудың уақыт, жалғастыру және жиілік. Осы 3 қағидан ұстану керек әр маман жұмыс істеген уақытта. Біз көптеген результаттарға жетіп жатырмыз. Жеткен нәтижені жетілдіргенде ғана жетістік болады. Өскеменде 6 жыл бұрын ашылған бұл орталыққа бастапқыда 15 бала ғана келсе, қазір олардың саны 100-ден асады. Осы оңалту орталығына келіп жүргеннен бізде прогресс өте көп. Қазір бала өз несімен отыратын болды. Ақырында буындармен кішкене сөз айтатын болды. Қазір ерекше балаларға жалпы қоғамда оң көзқарас қалыптасты. Сондықтан ата-аналар да емдік және оңалту шараларына мүдделі. Соған сәйкес мемлекет әлеуметтік жобаларға бөлінетін қаржыны еселеп арттырды. Нәтижесінде емдік гимнастика күн сайын 10-12 сағатқа дейін созылады. Ең негізгісі енді арнайы орталықтардың аудандарда ашылуы. Ауданнан келген балалар ата-аналарға қалада өмір сүру, сонымен қатар ақылы қызмет формаларын алу ата-аналар үшін үлкен қаржылық шығынды қажет етеді. Сол себепті аудандарда бұндай орталықтардың ашылуы, бір бағытта емес, әртүрлі ерекшелігі бар балаларды біріктірген орталықтардың ашылуы аса маңызды. Шығыс Қазақстан облысында бүгінде 1000-ға жуық ерекше бала арнайы есепте тұр. Диагнозда әртүрлі. Соған сәйкес емдеу мен оңалту жұмысы үздіксіз болу үшін алыс аудандарда орталықтар ашылса, мамандардың жұмысы жеңілдеуі мүмкін. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна. Қымбатты көрермен, ұлттық арна тілшілерінің бүгінге айтары осы. Алда ақша әліппесі бағдарламасы жүздескенше.